Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әйел бақыты гүлімнің тамырын ашып көргім келіп тұр. Себебі жапырақтары мынандай болып сарғайып жатыр. Бұл витамин жетіспегеннен болады, не болмаса жаңағы су нормадан тыс көп құйылғаннан болады. Қазір шөлдеп тұр кішкене, жапырақтары жұмсарып. Бірақ қанша жапырағы сарғайып мазасы болмай тұрса да, ортасынан жаңа жапырақтар шығарып жатыр. Ал енді қазір осының тамыры не болып жатыр, қалай болып жатыр көретін боламыз. Егер де сіздерде де дәл осылай әйел бақыты гүлдеріңіз, не болмаса басқа гүлдеріңізде осылай ауыратын болса, оның тамырын ашып көрген дұрыс болады. Себебі тамыры шіріп жатқан болса, тазалап, емдеп, қайтадан жақсы таза топыраққа отырғызу керек. Ал егер сіз оны жоқ ашпай, жапырақтарын ғана сындырып алып тастай берсең, алып тастай салсаңыз, мысалы мынау қалыпқа келмейді ғой, сындырып алып тастау керек та бұны. Ал енді сөйтіп алып тастай салып, солай тұра берсе, ол астындағы тамыры шіріп, мүлде гүлдің жағдайы нашарлап кетуі мүмкін да. Сол себептен кейін сіз оған көмектесе алмай қалуыңыз мүмкін. Сол себептен алдына алып, ертерек тамырын ашып көруіміз керек. Негізінде менде осы әйел бақыты тұрған тереземнің несінде жаңағы паутинный клеш бар да, сол жерде негізі басқа гүлдердің бәріне жұққан паутинный клеш. Енді бұл әйел бақытынан негізі көбінше клеш жұқты ма, жұқпады ма біле алмайсың, себебі көрінбейді ол. Басқа гүлдерден негізі жақсы көрінеді. Именно осы әйел бақытынан почему-то көрінбейді ол. Анықтап көру қиын да. Сол себептен егерде соның себебін анықтау керек. Не үшін ауырып тұр бұл? Не үшін бұл жапырақ сарғайып жатыр? Мүмкін тамырында бірдеңе бар шығар деген сияқты анықтап білу керек. Бірінші гүлдің неден ауырып тұрғанын білу керек. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Өте пайдалы. Кәдімгідей сіздер құнттап, мән беріп, уақыт бөліп көрсеңіздер, үй гүлдеріңізді қалай күту керек, қалай баптау керек, қалай отырғызу керек, қай жерде тұру керек, барлығын білетін боласыздар. Қазір енді тамырын ашып көреміз. Мынау сарғайған жапырақтарын алып тастаймыз. Сөйтіп әйел бақытын қалай дұрыс отырғызу керек екенін барлығын осы видеода көретін боласыздар. Гүлді бірден жаңағыдай жұлып алуға болмайды. Себебі тамырлары бір жерге жабысып, неғып тұруы мүмкін. Сол себептен кішкене бірінші топырақты босатып алу керек. Кеше алдың күні 2-3 күн бұрын су ішкен болатын. Уже топырағы азайып, байқасаңыздар, топырағы азайып, кәдімгідей тамыр толып кеткен. Уже пересадкаға да сұранып тұр екен да, кәдімгідей үлкен горшок сұрап тұр екен. Міне қараңыздар. Тамырда ешқандай шірік жоқ, міне. Анықтап қарасаңыздар, міне. Шірік болса, негізі тамыр қоңыр болады. Мінекей жақсылап қарасаңыздар, астындағы дренаж ғой, до того дренаждың бәрін уже орап тастаған. Енді осы гүлді пересадка жасап, кәдімгідей осындай өзінің қалпында қалай тұрды солай отырғыза саламыз. Себебі тамырының бәрі жақсы. Енді кішкене үлкендеу гүл болғаннан кейін әрине стресс алады. Мынандай неғып тұрған, жаңағы қураған жапырақтардың бәрін тазалап алып тастаймыз. Неке, мына жапырақта бұл да енді қайтадан қалыпқа келмейді. Бәрін жұлып алып тастау керек. Неке, жаңадан мына жерге тамыр шығып келе жатыр, көрдіңіздер ме? Ескірген жапырақты өйстіп сарғаяды. Себебі бұл жерден уже тамыр шығып, бұл жапырақты итереді. Itергеннен кейін уже бұл ескірген жапырақ ретінде сарғаяды, не қылады андай. Өзі уақыты келе қурайды. Неке, мына жерден тамыр шығып келе жатыр. Осы тамырда кішкене уже көму керек та бізге. Осы жерден ары қарай қатты көмуге болмайды. Кейбір әйел бақытын мен фотолардан нелерден байқаймын, осы жерге шейін көміп тастайды да, ол болмайды. Осы жерге шейін көметін болсаңыздар, жапырақ шірейді. Су құйған сайын бұл жерде влажность тұрады ғой. Влажность тұрғаннан кейін жапырақ шірейді. Ал мынандай тамыр шығып жатса, уже бұл тамырларды кішкене топыраққа көмуге тура келеді. Себебі бұл бұның жаңа тамыры. Мынандай артық жапырақтарын бәрін алып тастаймыз. Негізі сәл кішкене витамин жетіспей тұрған сияқты. Былайша жағдайы жақсы. Жаңағы тамырында шірік жоқ дегенім ғой. Тамырында шірік жоқ. Мінекей, мынау да мына жерден жапырақ ашып келе жатыр. Кәдімгідей, мына қара байқасаңыздар, жапырақтың мына ортасын жарып өткен. Көрдіңіздер ме? Жарып өткеннен кейін уже жапыраққа не келеді? Зақым келеді. Сөйтіп бұл как бы ескірген, қартайған жапырақ ретінде уже сарғаяды. Менің әйел бақыты гүлімнің жапырақтары қартайып жатыр екен. Алғашқы шыққан жапырақтары да енді
бірақ негізі сондадан бір дәрумен жетіспей тұр. Енді тыңайтқыш құюға тура келеді, бірақ міне тамырларының бәрі сап-сау. Ешқандай шірік жоқ екен. Мен ойлағам, суды нормадан көп құйып жібердім, мен содан бұның тамырлары шіріп жатыр деп ойладым да мен бұны. Себебі мінекей, отырғызасыз, отырғызған кезде горшогыңыз, міне мен қазір тамырды салдым ғой. Осындай шетінен қарасың, бірақ саусақ сиятын. Осындай горшокқа отырғызсаңыз, сіздің гүліңіз гүлдейді. Осының ішін аз уақытта тамырға толтырады да гүлдейді. Және ауырмайды. Неғұрлым горшок үлкен болса, соғұрлым гүл тез ауырады, тамыры тез шірейді. Қазір жақсы жаңа топырақ алайын. Менде қазір дренаж жоқ. Астына дренаж салмай қоямыз мына топырақтардан. Неке азғантай салдық. Енді бір уыс топырақ сап аламыз. Гүлді қойып өлшеп аламыз. Неке. Егерде сіздерде мына астыңғы жағында тамыр қатты оралып тұрса, онда ол тамырларды кішкене мынаны ажырату керек болады. Себебі дәл осылай тығастасаңыз, тамыр шіріп кетуі мүмкін. Мынандай ұшын кішкене ашу керек. Себебі ашқан кезде бұл топыраққа сіңеді, сөйтеді, ары қарай өзі өседі. Топыраққа өседі. Ал егерде сіздер прям мынандай оралып тұрған жерінен топыраққа тығып жіберсеңіздер, ол ашыламай қалады да былай қарай. Кейбіреулер өзі ашылып кетеді, кейбіреулер ашыламай қалады. Сөйтеді, жаңағы не болып қалады. Шіріп кетеді тамыр су құйған кезде. Мынау менің кәдімгі үйде өзім банандарды турап жаңағыдай кептіріп, турап дайындап қойғанмын. Осы тыңайтқыштан азырақ гүлге астына қосып жіберемін. Себебі өзіне керекті дәруменді сұяқтан алып тұрады. Горшоктың көлеміне қарап қосасыздар. Оны да нормадан тыс қосып жіберуге болмайды. Мына жан-жанның бәріне жақсы, таза жаңа топырақ саламыз. Гүлді сілкіп жіберсеңіздер, тамырының арасының бәріне топырақ кіреді. Неке осылай әдемілеп отырғызып, гүлдің неден ауырып тұрғанын, қалай ауырып тұрғанын бәрін анықтап біліп алуымыз керек. Себебі егерде сіз оны анықтап біліп алмасаңыз, тамырын шірген, шірмеген көрмесеңіз, оның тамыры шіріп, жаңағы кейін уже гүлді алып қалуға, құтқаруға мүмкіндік болмай қалуы мүмкін. Сол себептен тамырын ашып көруден қорықпаңыздар. Тамырын даққағана, дәл қазір мен қалай аштым, солай ашып, даққағана тексеріп көрсеңіздер болады. Мінекей отырғызып қойдым. Тамыры еш жері үзілген жоқ. Егерде үзілсе су құймайсыздар. Еш жері үзілген жоқ. Мен жаңа көрдіңіздер ғой, тамырын мүлдем ашқан жоқпын. Топырағын вообще ажыратқан жоқпын. Себебі тамырда шірік жоқ. Оны бекерден бекер топырағын ажыратып, оны зақымдап, гүлді стресске түсірудің қажеті жоқ. Неғұрлым гүл үлкен болған сайын көп тез стресске түседі, сөйтеді, солып ауырып қалады. Неге әдемелеп отырғызып қойдым. Егерде сіздердің де әйел бақыты гүлдеріңіз дәл осылай ауырып, жапырағы сарғайып, қурап жатса, тамырын ашып көріңіздер. Тамыры жақсы болса, бүкіл жаңағы ескірген жапырақтарын алып тастаңыздар түбінен, сөйтіп қайтадан әдемелеп таза жаңа топыраққа отырғызып қойыңыздар. Егерде дәрумен жетіспесе, витамин берсеңіздер болады. Гүлдейтін витамин, азотный витамин, калий витамин чередовать етіп берсеңіздер болады. Бірақ нормадан тыс беруге болмайды. Себебі ол да гүлге зиянын тигізуі мүмкін. Енді менің әйел бақыты гүлім осы неде ауырып, биыл қыстай гүлдемеді. Биылғы сезонда мүлдем гүлдемеді. Енді көреміз жағдайын. Неке, сіздерде де осындай ауырып тұрған гүлдеріңіз болса, дәл осылай жасап көріңіздер. Ыдысты қатты үлкен қылмаңыздар. Әдемілеп, кәдімгідей өзінің лайықты ыдысына отырғызыңыздар. Тамырға лайықты болса, тіптен жақсы болады. Жақсы өседі, ешқандай артық су құйылмайды, және тамыр толғаннан кейін жоғары қарай көп стрелка шығарып, бірінен кейін бірін мынандай жапырақ ашып, өсу қабілеті жақсарады, және жаңағы гүл ашады. Егерде ыдыс дәу болса, тамыр шірейді, су артық құйылады. Оның ішін тамыр толғанша ол жаңа жапырақ ашпауы да мүмкін, және ауырып ашқан жаңа жапырағын толық аша алмай осылай оралып тұрады біразға шейін. Одан кейін гүл ашпайды. Үлкен ыдыста тұратын гүлдер. Горшок үлкен болса, мүлдем гүл ашпайды олар. Ашпай қалуы мүмкін да, енді кейбір гүлдер бар, ондайға қатты капризный емес гүлдер бар, аша береді олар гүлді да, бірақ
олар да сол үлкен горшокта тұрып артық су ішіп тамыры шіріп кетуі мүмкін. Сол себептен әр гүлді өзінің тамырына ыдысы лайықты болу керек. Мінекей осылай отырғызып алыңыздар. Емдеу деген осы. Мысалы гүлдің ауруын анықтау, оны зиянкес жеп жатыр ма, оны жаңағы тамыры шіріп жатыр ма, неден болып жатыр, жапырақтың мынандай болып сарғайғаны неден болып жатыр, соны анықтап білу ол емдеу процесі. Кәдімгідей бізде докторға барғанда анализ тапсырамыз, аниарымызды көреді, неғымызды көреді, давлениемізді өлшейді, сол сияқты бұларды да тамырын ашып көру керек, жапырақтың бетін, астын бәрін тексеру керек, чтобы ешқандай зиянкес шіркей-піркей жеп жатқан жоқ па. Осылай емдеңіздер гүлдеріңізді. Мінекей каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар, жауап беремін. Видеоға ауырып тұрған гүлдеріңіздің жағдайын сұрасаңыздар, жауап беремін.